Саламатсыздар, қыздар, ханымдар. Сіздермен бірге мен Ақмарал. Бүгін жеңнің ликаласын оңай түрде сызатын боламыз. Бізге сантиметровка керек, линейка керек. Жаңа ватман, немесе плакат, обой, газет, қағазы керек. Примерно 60-та 40 болса жетеді. Размерге қарай. Ұзын жең жасаймыз. Қысқа жең жасасаңыздар 40-30 сантиметр жетеді. Мынау біздің жеңіміздің ұзындығын өлшейміз. Менде 60 сантиметр. Обхват рукава өлшейміз. Қолтық жақтағы қолыңызды ең жуан жерін өлшейсіз. Және мынау қолтыққа линейка қоясыз. Бұлай. Мысалы қолтығыңыз болса қыстырып қоясыз. Градусник қойғандай қыстырып қоясыз. Соны линейкаға дейінгі қатты бүйтіп енді кіргізіп жібермеңіз, прям қолтықтың астына. Кішкене 1 сантиметрдей жеткізбей сәл қойсаңыздар, міне примерно осы жерде болады. Сол жерге дейінгі мынау қол басталған жерден, міне иықтың біткен жерінен, қол басталатын жерінен мынау жерге дейінгі ара қашықтықты өлшейсіздер. Менде ол 14 сантиметр болды. Осыны қазір сызамыз. 2-3 өлшемдермен сызамыз. Алдымен, міне сіздің плакатыңыз болса, осыған ұзыннан 60 сантиметр, мынау сіздің плакатыңыз болса, жоғарыдан бір 4 сантиметрде қалдырып, 2-3 немесе ұзын сызық сызып аламыз. 60 сантиметр. Менде примерно мына жерге шейін келсе 60 сантиметріміз. Жоғарғы жағын және астыңғы жағын осылай сызып аламыз. Обхват рукава. Обхват рукава. Жаңағы қолыңыздың ең жуан жерін өлшегенде менде 32 болды. Сол 32-ні 2-ге бөліп, екі жағына қарай сызып аламыз. 32 менде примерно осындай болса, 32-ні 2-ге бөлгенде 16 ма, мына жаққа 16 ара қашықтық, мына жаққа 16 сызып аламыз. Мына жерден боламыз. Осы 2 ара қашықтық. Мынау сіздің. Енді жоғарыдан, мынау нүктемізден, бірінші мынау сызығымыздан төмен қарай жаңағы қолтыққа дейінгі ара қашықтықты өлшейміз. 14 сантиметр ма? Міне, менде 14 сантиметр примерно осы жерден болды дейік. Міне 14 сантиметр осы жерге дейін болды. Енді осыны сызып аламыз. 14 сантиметр осы жерге дейін сызып аламыз. Енді мынау нүктеден мынау нүктеге дейін 3 бұрыш етіп қосамыз. И екіншісін дәл солай қосамыз. Енді осы сызықты 2-ге, теңде 2-ге бөлеміз. Мынау екінші сызықты теңде 2-ге бөлеміз. Енді біз мынау жеңнің головкасын сызамыз. 2-ге бөлдік, осыларды тағы да теңде 2 бөліктерге бөліп, нүктелерді осылай белгілеп аламыз. Теңдей бөлікке бөлдік. Енді
мынау жақ және мынау жақты бас жағындағы үшбұрышты жоғары қарай 2 сантиметр перпендикуляр көтереміз. Примерно осындай болады 2 сантиметр. Мынау біздің жеңнің головкасы, бұл басы. Осы жерге бұлай рассечка жасап қоясыздар кейін қырқып алған кезде. И осы нүктелерді қосамыз. Біздің жеңнің басы шықты. Осындай. Жеңнің тігілетін басы шықты. Осыны мынау сызыққа әкелеміз. Мынау нүктеге әкелеміз. Менде мынау примерно сызғаннан кейін әртүрлі болып қалды. Мынау ара қашықтық дұрыс емес ау деймін. Сіздерде мынау дұрыс шығу керек. Бірдей екеуі. Енді мынау төмен қарай. Төмен қарай. Мынау артқы жағы болады бізде, мынау алдыңғы жағы. Алдыңғы жағынан 1 сантиметр түсіреміз перпендикуляр. Осы жеріне рассечка жасайсыздар. Сонда мынау жеңіңіздің алды екенін білесіз, а мынау артқы жағы екенін білесіз. Артқы жағына 1,5 сантиметр төмен қарай түсіресіздер, нүкте белгілейсіз. Енді осы нүктелерді бір-бірімен қосамыз. Мұны көрдіңіздер ме? Бізде жең шығып жатыр. Мынаны рассечка қоясыздар, сол кезде мынау алдыңғы бөлік екені білінеді. Енді мынау жеңнің білегі. Білекті өлшейсіздер, дәл мына жерді өлшегендей, екі жаққа қарай 2-ге бөліп, осылай нүктелерін қойып аласыздар. Мен примерно жасадым. 18 сантиметр білек. Ал қолдың ең жуан жері 32. Осы екі нүктені бір-біріне қосасыздар. Мені көрдіңіздер ме? Жеңнің формасы шықты. Осылай сіздер де сызып алыңыздар. Оңай түрі. Мынау алдыңғы бөлігі. Мынау басы. Мынау артқы бөлік. Мына жеріне рассечка қойсаңыздар, және мынаны рассечка қойып, осылай қырқып аласыздар. Сонда мынау алдыңғы жағына, тіккен кезде алдыңғы жағына қоясыздар осы рассечканы. 1,5 сантиметр матаға байланысты. Алдыңғы видеода айтқандай, матаға байланысты 1,5-2 сантиметрден қосасыздар. Пальто, сюртук, сыртқы киімдер, пиджактар болса 3-4 сантиметрден қосасыздар. Примерка барысында көресіздер, артығы болса алып тастайсыздар. Жеңіңіз кең болып жатса. Видео пайдалы болды деген үміттемін. Лайк басып, жылы лебіздеріңізді білдіріңіздер. Менімен болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.